Мен мектепте 8-ші сынып оқып жүрген кезде жігітім мені жақсы көрем, өлем, күйем деп екеуміз жыныстық қатынасқа түстік деп кейіпкер өз әңгімесін бастады. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Өскелең ұрпақ біреудің өмірінен алынған оқиғаларды тыңдай отырып, солардың қателіктерінен сабақ алсын деген мақсатта ашылған арна. Қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Ендеше әңгімемізді, өмірден алынған оқиғамызды бастайық. Мен 8-ші сынып оқып жүрген кезде, ең басына мен 7-ші сынып оқып жүрген кезде ештеңе жоқ, нормально мектептің үздігі болып жүрдім. Сөйтіп, сол мектептің 10-ші сынып оқушысы маған қырындап жүргенін естідім, бірақ мен аса назар аударған жоқпын. Себебі мен тәртіпті отбасынан шыққанмын. Әкем де, анам да ұстаз. Анам университетте сабақ береді, әкем колледжде сабақ береді. Сөйтіп 8-ші сынып басталғаннан кейін жігітім 11-ші сыныпқа көшті. Енді ол кезде екеуміз қыз бен жігіт емеспіз әрине. Сөйтіп ол маған агент арқылы ол кезде өзінің сезімін білдірді. Сөйтіп мен де ол жігіт өте келбетті еді, түрі, бойы, денесі барлығы әдемі еді. Сөйтіп мен көп ұзамай 2 аптада ма шамамен өз келісімімді білдіріп, екеуміз қыз бен жігіт болып жүріп бастадық. Екеуміз де оңтүстік өңіріненбіз, оңтүстікте тұрамыз. Оның да отбасы сондай, енді жұмыскер адамдардың отбасынан. Жігітім сол кезде алтын белгіге ұсынылған, алтын белгісін ақтап шықты. Екеуміз мен 8-ші сынып оқып жүрген кезде қыста, оның ол кезде машинасы болатын. Қалада жүрген кезде кафеге тамақ ішіп болғаннан кейін ол айтты, мен Астана қаласына оқуға түсемін, екеуміз үйленеміз, бірақ деді, егер де маған күйеуге шыққың келсе, екеуміз онда қазір болуымыз керек деді маған. Мен не айтарымды білген жоқпын, бірақ әрине қыз бен жігіт жеке қалса, екеуін азғырады дейді ғой. Мен келісімімді бердім, себебі сол сәтте маған одан асқан идеальный жігіт болған жоқ. Мен өзімнің оңтүстігімді жақсы көргеннен кейін тек қана оңтүстікке күйеуге шығамын дейтінмін жалпы мен. Сөйтіп, екеуміз боламыз. Сөйтіп, күндер өтеді, жаз да келеді, екеуміз күнделікті кездесіп, солай енді әрине қорғанып жүреміз. Ол 11 бітіреді, алтын белгі алады, Астана қаласына жоғарғы оқу орнына түседі, Астанаға кетеді. Ал мен 8-ші сынып бітірген адаммын. Алда әлі 9-ші сынып, 10-ші сынып, 11-ші сынып, 3 жыл оқуым бар. Мен еще уже қыз емеспін деген секілді. Ол жоғарғы оқу орнына түседі, арасында плюс жұмыс жасап жүреді. Енді дәрігер мамандығын таңдаған, өте оқу қиын, параллельді түрде жұмыс істеу де қиын, маған уақыты жетпей қалатын кездер болатын. Екеуміз жиі ұрсысатынбыз, ол мені қызғанатын, мен оны қызғанатынмын. Әрине ол жақта барғаннан кейін любой ер адамның өмірі студенттік шақта басылады ғой. Қызғырғын деген Астана қаласында өте көп. Сөйтіп ұрсысып, айырылысып та кеткенімізде кездеріміз өте көп болды. Екеуміз сағынысып, әрең дегенде кездесіп болатынбыз. Сөйтіп жүрген кезде менің 11 бітіретін уақытымды таяды. Біз арасында сондай қайғылы оқиғаларда болып тұрды біздің шаңырақтарымызда. Ол келіп көмектесіп, солай өзінің жаңағындай қамқорлығын білдіретін маған деген. Сөйтіп уақыт өте берді. Мен 11 бітіріп, мен де алтын белгіге ұсынылдым. Сөйтіп мен де оның түскен оқуына түсемін деп шештім. Әрине өзім қаладым, өзім армандадым. Солай болды. Жігітімнің оқитын оқуына түстім мен де грантқа. Ол 3-ші курсты бітірді, ал мен 1-ші курсқа жаңа түсіп жатырмын, ол 4-ші курсқа көшіп жатыр. Сөйтіп білетін нәрсесімен маған айтып бөлісіп, мен оған айтып, сөйтіп мен қыздармен жалдамалы пәтерде тұрдым, ол ұлдармен жалдамалы пәтерде тұрды. Ол жұмысқа кетеді, жұмыстан келеді, мен оған үйге келсе кешкі асын, түскі асын жасап беруге тырысатынмын. Оның көлігі болды жаңағы. Сол көлігінде біз кездесіп, жаңағындай өзіміздің бір-бірімізге деген сағынышымызды басатынбыз.
Қыздармен жалдамалы пәтерде тұрған кезде мен қыздарға өтініш білдіріп 4 группа қыздармен жалдамалы пәтерде тұрдым. Сол қыздарға түсіндіріп айтатынмын, менің қазір жігітім келеді, 2-3 сағатқа бара тұрасыңдар ма деп айтатын. Қыздар әрине бірден келісетін, ешқандай қарсылықсыз. Сөйтіп түнделетуге де жіберетін кездерім болды ол қыздарды. Сөйтіп жүрген кездерде қызықтың бәрі алда ғой, не болады деп ойлайтын шығарсыздар. Менің өмірім жалпы сол адамға байланып қалды. Негізі 8-ші сынып деген ол әлі ерте уақыт. Мысалы 8-ші сыныпта адам нешеде болады? Әлі 13-14 жаста ма шамамен, өте кішкентай. Алғашқы махаббат десек те болады. Алғашқы махаббатқа барлық өміріңді арнау ол өте қиын шешім. Негізі ешкімге бұндай өмір сүруді кеңес етпеймін. Себебі сіз уже қыз болмағаннан кейін сіз ол адамға тәуелді болып қаласыз. Ол сізді тастап кетсе, сіз бұзылып кетуіңіз мүмкін. Немесе енді бәрібір де бір өкініш болады ғой. Адамның қыздың бойындағы ең құнды нәрсе ол қыздың қыздығы да негізінде. Сөйтіп, ал менің құрбыларым, группаластарым менің қыз емес екендігімді білмейтін. Мен өте тәрбиелі, тәртіпті, бір ізбен жүріп, бір ізбен келетінмін. Мен студент кезімде вечерға, жаңағыдай түнгі қыздар жүретін жерге мүлдем бармайтынмын. Группаластарым барлығы барған кезде жалғыз мен ғана бармайтынмын. Себебі менің жігітім ренжейтін, қызғанатын, мені барғанымды қаламайтын. Біздің вечерлар тек қана біздің жалдамалы пәтерде болатын. Менің баруым мүмкін деген сол ғана болатын. Мен басқа еш жерге бармайтынмын. Сөйтіп менің жастық шағым өтті. Қаншама жыл студент болдым, солай қыздармен қосылып еш жерге де бармайтынмын. Анда-санда бір күндізгі уақыттарда болмаса, былайынша жаңағыдай көңіл көтеретін жақсы жерлерге, енді студенттік шақтың ол да бір қызығы ғой, енді қыздар бұзылып кетпесе әрине баруға болады ғой. Ондай жерлерге бармайтынмын, қыздарға айтатынмын, мен үйде отырып абыройымды, авторитетімді жинап жатырмын, сендер қаңқырап жүріп не жинап жүрсіңдер, не жігіттерің жоқ, не ештеңелерің жоқ деп айтатын. Жарайды, енді уақыт өтті, жылдар өтті, жігітім жаңағы жоғары оқу орнын бітірді, сөйтіп артынша мен де бітірдім. Екеуміз отбасын құрдық, Астана қаласынан кеттік. Ата-енемізбен тұрамыз, ата-енеммен тұрамын, мама папасымен күйеуім үйдің жалғыз ұлы, жалғыз баласы. Мен өте пысықпын. Мен всегда армандайтын, ата-енеме қызмет етемін, ата-енеме бүйтем, ата-енеме сөйтем деп. Мен сол үйге бара салып, барлық үйдің қызығын, енді қалай айтсам болады, барлық шаруасын мен жасайтын. Енем бірдеңе істеп жатса, оның қолынан жұлып алып өзім жасаймын, сіз шаршап қаласыз, жасамаңыз деп. Барлығын солай өзім жүгіріп, жаман үйретіп алдым. Қазір мен сол үйдің құлына айналғандаймын. Мен қатты шаршадым. Қазір менің 2 кішкентай қызым бар. Мен енеме массаж жасаймын, күнделік жатарда тұрғанда төсектерін ашып жазып салып беремін, жинаймын. Күнде үйдің полын жуамын, енеме бөлек тамақ істеймін, күйеуіме бөлек тамақ істеймін, жалпы балаларға бөлек тамақ істеймін. Үйде күнде қонақ, күнде жиын, әйтеуір бір асар, біреуге көмектесу, аға жеңгеме торт істеп беру, әйтеуір кім істейді, сатып алмаймыз, осы істейді деп мені әйтеуір тегін малай көріп алған. Енді мен қазір ойлаймын, неге мен сол студенттік кезімде неге қыдырмадым, неге жүрмедім? Мен қазір күйеуге шыққаныма 4 жыл болды ма, 5 жылға таяу болды. Мені күйеуім ешқайда шығарған емес, осы өзіміздің оңтүстігімізден ешқайда шыққан емеспіз. Сонда ойлаймын да, мен сонда бұл өмірдің қызығын қашан көрем? Деп кейіпкер өз оқиғасын аяқтайды. Бұл оқиға шынайы өмірде болып жатқан оқиға. Жалпы негізі біздің кейіпкерімізден үлкен сабақ алатындайы бар. 8-ші сынып оқып жүрген кезде жігітпен жүрудің мүлдем қажеті жоқ. Қыздықтарыңыздан айырылып қалмаңыздар деп айтқым келеді. Жалпы енді бұл әңгімеден түйетін түйіндер өте көп. Өздеріңізге керегін алып, керек емесін алып тастарсыздар. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Күтте де болса пайдамыз тиді деп ойлаймын сіздерге.